Мерседес 220 3/2. Машина дұрыс тартып беттеп келген еді міне. Полный сеткі толып жатыр ішінде. Аны ашып көрсеткеннен толық жоқ, бетте көрініп тұр. Мына сеткінің қалды жақтары жанып кеткен. Мынау бачок астындағы біреу ғана. Үшеу қалды. Әр бачокты көрсетемін әлі. Мен мына біреуін ғана алдым. Көрдіңіздер ме? Мына каждыйын жеке-жеке көрсетемін. Мында екеуі тұр. Каждыйында толтырып тастаған сияқты мотор біраз қиналған. Мысалы жігіттер тағы бір айтып келейін. Ылғи да айтам. Мына катализатор бітеу болса, немесе сеткімен бітеу болса, глушак былай бітеу болса, мына коренной сальникті ауыстырғаннан толық болмайды. Коренной лобовой дейміз ғой, мысалы. Қатты мотор қиналғаннан содан май айдап жібереді ғой, айтқан кезде. Естеріңізде болсын. Мына жігіттер, мынау екіншісі міне. Ыстық қой деген. Міне. Престелі бар. Қолмен шықпайды. Автобуспен жол керек. В общем, екі бачок бітеу, алдың екеуін алып тастадым. С места жылған. Байқашаған, брат. Жануар. Айуан болды. Дауыс жасаған жоқ жігіттер. Чиста тынысын ашып бердім. Жандандырып тұр. Бұлай орнынан жылмайтын деп айтқан да ғана. Төтіп етіп, орнынан ойланып барды. Чо? Қалай болды? Керемет болды ма? Мен өзім машина иелерінің түрін түсірмей, былай комментарий сұрай салатыным бар. Көбісі жақсы көрмейді ғой түрін. Түрін түсіріп неткен болса. Көп машина жасайтын адамдардың иесінің түрін түсіріп бүйтіп, аңғайсызданып мысалы көріп пе сондай? Ондай жоқ мен. Дауысы ештеңе қосылған жоқ. Иә, ол қосылады, тыныс ашылды ғой. Кейін тағы қосамыз десең, тағы көреміз, иә?